Ассалаумағалейкум. Мен дейтін мына айтып кетейін жатқанға гайморит деп айтып жатыр ғой кешегінде. Мен почти осыдан 15 жылдай гайморитпен ауырдым ғой. Неше түрлі дәрі де қалған жоқ. Антибиотик бәрін қабылдап кеттім. Салқын күз басталғалы жазға дейін мен мысалға каждый айда 3-4 рет гайморитпен ауырамын. Енді мен қазір Аллахтың қалауымен түбегейлі құтылдым гаймориттен. Вообще жоқ қазір гайморит. Мен мынандай асан продукциясын табиғи шөп қолым табиғи продукциясы бар, осыны жасаған. Осыны ішіп, осымен құтылдым. Тыныс алу жүйесі дейді көбісі. Оны ішті, мен марттан бастап іштім. Марттан бастап ішкенде примерно осы сияқты сүйек, бет дейтін сырқырап ауырды. Біреуін ішкеннен бір аптадан кейін. Сосын екінші аптадан кейін уже ірін ағыза бастады, ірін түсе бастады, кусок. Қайдан түсіп жатқанын білмеймін, кусок түсті ғой, тамақтан, ауыздан, маяқтардан, қазір мидың, қуыс тесіктердің бәрі дейтін гаймориттен кетіп қалады екен ғой. Мынау дейтін тыныс алу жүйесі дейді, соны тазалап тастады бүткіл қуыс тесікті. Сосын бәрі каналда бітеліп қалғаннан кейін тамақтың дәмін сезбей жүрдім де мен. Дәмін сезбей жүрдім. Мынаны ішкеннен кейін дәмін сезуім мошын болып кетті. Иіс, дәм бәрін сеземін. И гайморитпен ауырмаймын. Осыны сіздерге де өзіңе жақсы нәрсені қаласаң, қасындағы адамдарға да қала дейді ғой. Осыны сіздерге совет етемін, осыны алып ішіңіздер. Мен өзім негізі ондай заттарды көп ішпейтін едім. Осыны көзім жұмып тұрып жаныма батқаннан кейін, осыны алып ішкеннен кейін нәтижесін көрдім. Асан продукциясының дәрісін дәрі емес, табиғи шөп. Оның ішінде наркотический ештеңе жоқ, химикат жоқ, таза, денсаулыққа ешқандай зиян бермейді. 100% гаймориттен құтылғыңыз келсе осыны алып ішіңіздер. Өкінбейсіздер. Небәрі 7000 теңге тұрады бір-біріне. Крышкасымен құйып, құттай суға араластырып іше бересіздер. Таңертең кешке. Екеуін алып ішесіз ғой. Мысалы, екеуі примерно 4 айға дейін іштейді. 100% гаймориттен құтыласыздар, иншалла. Рахмет айтатын боласыздар. Тыныс алу жүйесі. Осыны айтқымыз келген сіздерге. Мен өзім түбегейлі, біреудің естігенін емес, өзім қолданып, өзім осыдан тәуір болдым. Сондықтан сіздерге айтып жатқаным, өзім басым көзім жетті.